Сәлем достар, бұл Бригзуд YouTube арнасы. Біз Астана қаласындамыз және бүгінгі видеода біз ширек финал ойындарына болжам жасаймыз. Бүгінгі видеода қонақта сарапшылар Әлімжан Асқар және Еламан Әмірғазы. Еламан бірінші рет келіп тұр. Осы арнайы Астанаға келіп отырмын. Өйткені Алматыдағы сарапшылар мүлдем шығарамай жатыр негізі. Мына жақта Еламан деп келдің ба Астанаға? Еламан деп келіп отырмын. Және сізде бар енді Әлімжан Асқар. Евроның комментаторлары, Коп Америка, Евроны осы Астанада жүргізіп отыр. Және ширек финал ойындары. Жігіттер, келгендеріңе рахмет. Еламан, Әлімжан. Еламан, Еврода жүргізген ең қызық ойының қайсысы болды сенің? Өзі көп ойында жоқ қой деп айтайын. Ең қызық ойын Германия, Дания ойын. Бірінші ойын ба сенің? Есеғамен жүрген? Жоқ, бірінші ойын бізде Грузиямен. Грузияның әрбір ойын қызық. Грузия, Португалия ойыны қызық болды. Сол ойын қызық деп айтатын. Бәрі келді. Енді топ ойындар, анау ширек финал Испания, Германия, сосын Англия, Швейцария, және қандай ойындар? Түркия. Нидерланды, және Португалия, Франция арасындағы матчтарды болжамсаймыз. Жалпы жігіттер айттым. Қарап алу керек қандай матчтар екен? Жалпы жігіттер айттым, осы 4 ойынның 3-еуін өздерің таңдаңдар. Және сол 3 ойынға болжамдарын дайындап келіңдер дедім. Міне жігіттердің болжамдары дайын. Сонымен видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліп, және комментарийде жартылай финалға қай командалар өтеді. Сол туралы да жазыңыздар. Міндеттерді оқып, сіздердің де қалай тура болжамсайтындарыңызды сынап көрейік. Сонымен видеомызды бастаймыз. Кеттік. Еламан Әмірғазы енді танып біліп отқан шығарсыздар. Жалпы Қазспорт, Қазақстан ұлттық арнасында футбол жүргізіп жатыр. Сонымен қоса радиода матчтар жүргізіп жатыр. Қазақ радиосында, иә? Мәссаған. Енді айта кетсем, радиода биші негізі радиода футбол ойнайды. радиода биші болып сөйтіп па. Енді Қазақ радиосы бұл 2018 жылғы Ресейдегі әлем чемпионатындағы тәжірибе. Ол кезде Қазақстан мен Қазспорттың рейтингі жоғары болып тұрды. Сол кезде біздің радионың басшылығы неге соны радионың деңгейінде пайдаланбасқа деді. Өйткені бәрінде мүмкіндігі жоқ. Енді жұмыс қамымен, қалада тіршілікпен жүретіндер көп. Енді сондықтан көбіне көліктегі адамдар қандай көрмесе де әйтеуір хабардар болып отырсын деп ол кезде жаршы қызметінде мен атқарған едім да. Ол кезде матчты толық жүргізген жоқпыз. Ол кезде басында енді осылай мысалға Уругвай Франция арасындағы матч басталды, есеп ашылды, Бензема гол соқты деген сияқты. Кейін 22 жылы Қатардағы әлем чемпионатын толық трансляцияладық. Кәдімгі жарнама келді. Еврода ше? Және Еврода соны жалғастырып жатырмыз. Әр ойын ба? Топ ойындар ма? Әр ойын. Яғни күніне 3 матч болса, біз соның 2-ін жүргізіп келе жатырмыз. 4 комментатор 2-2-ден бөлініп, кешкі 9-дағысын және түнгі 12-дегісін. Сәл өтірік айтсаң негізі бола береді ғой, бірақ Роналдо финт жасады деп ше. Роналдо автогол через себя. 40 метрден гол соғылды деп ше. Сондықтан радионы тыңдай жүріңіздер егер мүмкіндік болса. Оның ақшасы қанша? Ол жерде штаттағы қызметкер болғаннан кейін тегін деп айтады. Айлық ретінде ма? Айлық ретінде қосымша бонустар болады деді ғой. Дегенмен бірақ біздің штаттағы жұмысымыз болғаннан кейін негізгі жұмыс мысалы мен қазір бізде босатты да. Анда-санда барып келеміз, бір жиналыс жиындар болса. Ал негізгі жұмыс күндіз бізде босатты. Себебі сол радио жүргізуші болғаннан кейін. Эфир кезінде адамдар хабарласуға сондай бар ма? Жоқ. Жалпы негізі жазып жатыр ма, тыңдадық. Оны енді Шымкентке баратқан едік, жол бойы тыңдап бардық деп бар шығар. WhatsApp-ты шыны керек ақтарып қарап отырмайды екенбіз, бірақ әлеуметтік желілерді өзім белсене қарамаймын. Facebook, тағысын тағы дегенмен жазатындар бар ау, жазып жатқандар да бар. Өткенде біреу жазыпты енді, сынап жазған екен. Біздің ол жерде енді кәсіби комментатор ретінде мен ғана болсам, қасымдағы кісілер енді радиодағы кісілер футболды былай білетіндер, дегенмен андай кәсіби бұрын соңды жүргізіп жүрген адамдар емес. Қазспорт пен ұлттық арнада жүргізбегендер да? Иә. Ұлттық арнада Есей ағамен жүргізді ғой. Есей аға сосын Еламан қазір өте мықты комментатор деп мақтады ғой. Иә, мықты, тамаша. Жоқ, радиода футбол жүргізу деген енді 20-шы жылдарға өтесің ғой негізі. 1920-шы бұрындар болған ғой негізі. Бір несі бар, бір шармы бар өзінің андай. Мен жүргізгім келеді мысалы бір матч. Дауысың бірден эсерский дауыстар бар ғой. Гол забивает деп ше. Не ма? Футболисты синей майки атакуют. Удар и гол. Сергей Ререн сияқты. Негізі айтпақшы, КПЛ-да бір ойын болды. Ақтөбе Тобыл арасындағы матч па, қателеспесем. Сол кездесуде Сергей Райла мен Ержан Көшкімбаев жүргізді ғой. Дұрыс айтасың. Матч сол үшін 4-5 болып тұттың. Екі легенда жүргізді. Ар жақта матчты қосып қалдым.
2005 жылға тап болған сияқты болдым да жақта. Мәссаған деп. Жалпы енді радио керемет. Енді ширек финал ойындарына жылжиық. Испания Германия ойынынан бастауға жалпы рұқсат болса, Әлімжан Асқар. Мен таңдадым ол матч. Сендер таңдадыңдар ма? Мен де таңдадым Испания Германия ойынын. Мен таңдамаппын үшеуміздің арамызда. Сен сонда басқа ойындарға Мен Испания Германия екеуін де қимай отырмын да. Осы командалардың арасында, осы 8-діктің арасында жалпы Еуро басталғалы бері топ жару мүмкін кім дегенде Испания мен Германия деген едім. Екеуін қимай отырмын, бір-біріне шақыстырып. Финалға бергісіз ойын. Испания Германия ойын. Иә, Манчестер Сити Реал Мадрид арасында кездесу сияқты болып тұр ғой, ширек финалда. Сонда Испания Манчестер Сити ғой, әлде Реал Мадрид? Родри бар. Германияда гүндаған ойнады. Испания Реал Мадрид шығар, керісінше. Испания білмеймін. Енді екеуі де шанс көрсін негізі. Кім ұтады сол Реал? Кім ұтады ол Реал вот шынымен. Өткенде соққының астына бір комментарийге жазып қойыпты да, әрқайсысын келтіріп ше. Анау Франция бұл жерде ПСЖ, Португалия, Боруссия Дортмунд бәрін келтірген де Барселонаға таппай қойған ғой ешқайсысы. Барселона деген Испанияның прайм Барселона бар ғой 2008. Жоқ, осы былтырғы Барселона қайсысы? Ну енді былтырғы емес енді, бірақ сол 2008-2012 жылғы 2015-ке дейін дейікші, 2008-2015 жылға Барселонаның ойыны, тура Испанияның ойыны жігіттер. Мен жалпы Хорватия Испания арасындағы ойынды көрем, алғашқы ойыншы. Бірден Барселона есіме түсіп, көзімен жас келіп, сәл бір есіме түсіріп алдым. Бір жала болдым шыны керек. Айтпесе, тура Барселонаның ойын жігіттер. Прессинг, пас беру. Испанияның ойынын негізі көп мақтап жатыр, қатты дейді. Енді мен бір ойынын ғана жүргіздім ғой, радиодан оның өзінде. Мен сол кезде көзім жетті. Испания Хорватия ойынында Испанияны допты иелік ету бойынша пайыз көрсеткіш бар ғой. Содан жеңіп қалды. Сөз айтты мен Испания жеңеді дедім сөзде евро. Яғни болып олар допты ұстау деген аурудан айырылды. Сол Испанияны 2008-2012-дегі Испанияға ұқсатады, бірақ бір айырмашылығы тебеді ғой бұл жерде, көрдің ба? Футболшылар Ламин Ямалы бар, Нико Уильямс бар, Родри да Педри де әйтеуір соққы жасайды. Мақта. Енді Әлімжан Асқар, Испания Германия жайлы өзіңіздің ойыңыз. Енді Испания мен Германия деп отырсыңдар. Осы турнирдегі ширек финалдағы басты матч деп ойлаймын. Осыны жүргізген комментатордың жалпы бағы бар. Өте қызық матч болады. Тартысты, таласқа толы. Испания мықтырақ. Ол сөзсіз. Егер осы ойынды былай жалпы бөлек шығарып қойсақ, Испания Германия десек, Испания келесі кезеңге өтетіні қақ көрінеді. Бірақ бұл турнир Еуропа чемпионаты Германияда өтіп жатыр, сондықтан алаң қожайындары, турнир қожайындары ретінде Германия көбірек мотивацияға ие болады. Бәлкім төрешілер көмектесіп қоятын шығар, бәлкім стадиондағы, трибунадағы атмосфера әсер ететін шығар. Сондықтан жалпы Испания мен Германияның деңгейі теңесіп тұр. Алайда Испания құрамасының топтық турнирдегі ойынымен 8-ден бірінші финалдағы Грузияға қарсы матчы өте қатты ұнады маған. Нико Уильямс деген бір хайп керек еді осы футболшыға. Міне Еуропа чемпионаты жақсы болды. Әйтпесе Атлетик Билбаода ойнағаннан кейін назардан тыс қалып жүрді ғой. Чемпиондар лигасында ойнамасаң қиын ғой. Назар ашып түсу. Барселона, Реал, Атлетикода ойнамасын, жалпы Испания Ла Лигасында Атлетик Севильяның өзінде де қатты атаған жер жара қоймайды. Дегенмен біз ағайынды Уильямстарды жақсы білеміз. Мына Никоның Испания ұлттық құрамасында ойнаған жақсы болды. Әйтпесе Копа Америкада Африка кубогында біз бауырын көрмей қалдық қой. Мысалы, байқамай қалдық деген сияқты. Сол үшін Испания құрамасының ойыны күшті. Мына жақта Ламин Ямал бар, ортада Альваро Моратасы бар, Педри мен Родрисі бар. Бұл не деген мықты құрам. Өте мықты құрам. Испания жалпы ұтылу керек, егер біз логикаға келетін болсақ. Және мен Испания құрамасының ойынына сүйсініп, Де ла Фуентаның жігіттеріне жанкүйермін. Сол үшін қанша жерден екі жақты факторларды айта келе, қорытындылап, кім жеңіске жететінін білмеймін деген шешімге келіп тұрмын. Бірақ Испанияға бүйрегін бұрып тұрғаннан кейін неге жанкүйер болып, рахаттанып осы ойынды көрмеске? Сол үшін келесі кезеңге Испания құрамасы өтеді деген бәсті Бексұлтан мен орма тігіп берші деп отырмын. Бәрекелді. Дәл қазір жаңа 5 минут алдын Испания әрі қарай өтеді, яғни жартылай финалға жолдама алады деген болжам жасадым, экспресс тіктім және 1/8 коэффициент берді. 5 минуттан кейін әлімжан сен сәл жолың болған жоқ, өйткені 1/8-ден дәл қазір 1/9 коэффициентке көтерілді. Бағана 1/8-де 2 еді, қазір 1/9-да 1/9, яғни 50-50 болып тұр. Нақты 50-50 болып тұр. Енді Германияның Данияға қарсы ойынында, мысалы, Данияның жігіттері әлсіз болған жоқ қой. Өте жақсы ойнады.
бәлкім ана жақта Андерсонның голы есепке алынғанда Дания келесі кезеңге өтіп кетуі мүмкін бе еді. Өте жол болмау деген міне сол, иә. Гол соғады, 1 миллиметр офсайдқа қалып кетеді, артқа қорғанысқа қайтам деген кезде доп қолына тиеді, пенальти қойылады, сөйтіп Кай Хаверс есеп ашып кетеді. Мына құрамада Кай Хаверс деген кәдімгідей қайттан Челсидегідей мен жыныма тиіп жүр ғой, негізі қанша мүмкіндіктерін мүлт жіберіп алды. Эфирде де айттық қой, Челсиден адам Кай Хаверс кеткенмен Кай Хаверстен Челси кетпей деген сияқты. Осы Германия құрамасының шабуылшысы мәселе болып тұр негізі. Иә, көп қателеседі негізі, көп мүмкіндіктерін бос жіберіп жатыр ғой. Филкрукты негізі құрамда шығарса болады деген ой келеді ғой осындайда. Бірақ Филкруктың пайдасы сол 70-ші минуттан кейін жақсы тиіп жатыр ғой. Өзінің голдары. Джокер ретінде, иә, джокер ретінде. Сондықтан жалпы Германия құрамасының бас бапкері Юлиан Нагельсман бір нәрсені білетін шығар. Бірақ Испанияның Грузияға қарсы ойнаған ойыны қандай, енді Дания мен Грузияның деңгейі бөлек шығар, Дания мықтырақ қой бәрі не дегенмен. Сонда да грузиндер осы Еуропа чемпионатында қалай көсіліп ойнады. Германия топтық турнирде де Швейцарияға қарсы ойында бірінші орын беріп қоя жаздады, сәл-ақ қалды. Сол себепті былай логикаға сүйенсек, ойлана келсек, Испания өтуі керек негізі. Испания өту ықтимал. Енді мен өзім Испания-Германия ойынын түйіндіп, кейін келесі ойын қойдық, өйткені Елеман қалған 3 ойынды таңдады. Бұл ойында менің ойымша ашық футбол болады. Мысалы, Англияның ойындарын көріп жатырмыз, Францияның ойынын жалпы тамашаладық. Мүлде ондай екі команда емес, жалпы жоғары прессингпен шапқылайтын, және Германияда тура сондай команда, Испанияда тура солай. Және бұл ойында мен көп гол соғылады деп отырмын. Яғни тотал 2,5-нан көп деген енді үлкен тәуекел. Өйткені 8-ден 1 финал ойындарын көрдік. Топтық кезеңде жалпы бірінші турдан кейін голдар күрт азайып кетті. Дегенмен алайда бұл ширек финал, Испания, Германия жай қорғаныста ойнап, сен бұл жерде жеңіске жете алмайсың. Өйткені Германия болсын, Испания болсын, мынандай футбол жоғары деңгейлі ойыншылармен міндетті түрде бір гол соқпай қайтпайды. Сол үшін екі команда да барынша гол соғуға тырысады. Өйткені кім көбірек гол соғады деген сұрақ болып тұрған сияқты. Керісінше андай бір мықты командалар бір-бірімен ойнаған кезде андай болады ғой, бір-бірін ала алмай, бір ғана гол ойын тағдырын шешіп берді, сондай болады деп ойламайсың ба? Франция, Бельгия, Франция, Нидерланды. Бұл ойын стильдері бөлек командаларда. Бұлар енді әдемі футбол көрсететін. Мысалы, енді 3 гол соғылады кемінде сенің ойын бойынша. Кім 2 гол соғады, кім 1 гол соғады? 2-1 болуы мүмкін. Оны айта алмаймын. Өйткені менде мынандай ой болған, мысалы, Испания жеңілмейді, және тотал 1,5-нан көп деген ой болды, бірақ ар жақта Германия өте қауіпті. Германия бұл жерде 3-0 жеңіп тұрса мүмкін. Немесе 2-1 жеңіліп қалуы мүмкін командада. Оның Германияның ойында. Бірақ сен өзің келесі кезеңге кімнің өткенін қалап отырсың? Испанияда ойлап отырмын. Менде де сондай болып тұр. Испанияны қалап отырмын, өйткені Барселонаның бірнеше футболшылары бар. Бұл Испания жеңіп кетсе, трансферлік құны көтеріледі. Жалпы Барселонаның жанкүйерісің ба? Иә, Барселонаның жанкүйері. Сол үшін Испанияда отырмын енді. Мен сол Испания-Хорватия ойынының бір 20 минутын көргеннен кейін, Испания алады-ау деп бірден жалпы ойыма түсті. Басында Англия деп отырдым, бірақ Англияның ойыны өкінішке қарай болды. Сол үшін енді Испания-Германия ойында 3 гол соғылады дегенге, 3 голдан көп соғылады дегенге 2,09 коэффициент беріп тұрген. 2 коэффициенттен жоғары. Мысалы АПЛ-ның ойындарында ше, 2,5-ге мысалы Сити мен мысалы Арсенал ойнап жатса, 2,5 бөлшеге 1,4 коэффициент, 1,5 коэффициент береді ғой. Бұл жерде 2 коэффициент. Подарка ғой негізі. Сен Еуропа чемпионатында тотал 3-тен көп деген ойындар аз болды ғой? Бұл ойында точно болады деп отырмын мен. Плей-оффта. Бірақ енді біздің бәстерімізді қайталамаңдар айтпақшы. Біз кәшейін өзіміз үшін, қызық үшін ғана. Жалпы Испания, Германия ойынын осылай қорытындылап. Германияда капитан мысалы. Барселонаның ойыншысы емес пе? Иә, Гюндо. Деп қойық. Күндаған бейшара енді. Бейшара дегенде. Бейшара демейді. Ол жоқ, бейшара дегенде ол кісі зорықты негізі. Өйткені Барселонада ең көп ойын өткізген футболшы, сонымен қоса Германияда әрбір ойын негізі құрамда мысалы ше. Енді жас емес. Енді сәл Германиядан ұшып кетіп, сәл демалсыншы деп отырмын да мен. Мен енді сендерге қарсы шығып бір 2 апта отпуск алсыншы, пожалуйста. Германия жеңсеген деп отырмын. Германия енді өте күшті матч деп ойлап отырсың ба? Германия жеңеді деп ойлап отырмын. Ана Мусиала мен Вирц екеуі дегеннен сұмдық енді. Ана жақта Уильямс пен Ямаль болса, Джамал Мусиалалар деген
Кросс айтсай сен. ирелең деп жүріп өтіп кетеді ғой. Маэстро Гюндоган мен Кросс аяқ ауыздан шайнап берсе екеуіне. Екеуі қадайды деп ойлаймын. Мен білмеймін. Хаверс әйтеуір бос қақпа көздеп бірдеңе қылып пенальти соғып. Бос қақпа көздеп дей ма? Қайтқан доп теуіп ше бір. Негізі сол ойынға Фюлькрюк шығару керек сияқты. Қырсыққан тура сол ойын. Енді бұл жерде шапшаң ойыншы керек шын мәнінде. Ол да бар бірақ. Испания, Германия ойынында. Сұмдық ойын еді. Сұмдық ойын, Сити Реал сияқты ойын тұр. Әлімжан жүргізсе екен деп отыр. Көрейік бүйтіп отыр. Негізі сондай ойындарда ше, Әлімжан, мысалы матч жылдам өтіп кете ма? Бір қарасаң 40 минут сондай болады. На одном дыхании дейді. Мысалы мен бірінші лиганы ойындар жүргізем. Сол кезде бүйтіп жүргізіп жатасың бүйтіп. Сәл таблоға қарайсың ғой, қай 17 минут. 17 минут дейді. Үф дейсің. Қарашы, мысалы сен бірінші лиганы жүргізгенде былай санасаң көп сөйлемейсің ғой, мысалы. Паузалар көп бұл жерде. Жалпы бүкіл эфирді алатын болсан, ана жақта көбірек шыңғырасың, көбірек айқайлайсың. Бірақ Испания, Германия немесе осының алдында мен Австрия мен Түркия матчын жүргіздім. Шығасың ғой, тағы да бір 3 матч берсе ұрып тастайын деп шығасың эфирде. Тура осындай 3 матч болса, иә? Драйв. Тура осыны, немесе осыны повторда бір рет жүргізіп берейін ба тағы да деп. Одан бетер энергияны оянып. Сосын мен мысалы түнгі сағат 2-де бітеді. Үйге келем дегенше 3 болады. Таңғы сағат 6-да бірақ жатасың анау. Бірінші жүрек қағысы тынышталу керек, анау матчты ойланасың. Одан кейін көріп болған матчының обзорын көресің ғой. Комментарий оқисың обзорды. Сөйтіп таңғы сағат 6-да жатасың да, мен келіншегім оятады ғой сағат 10-да. Сөйтіп, мен 4 сағат ұйықтадым, 3-те бітті ғой матч, 7 сағат жетеді ғой дейді да мағанша. А мен оны бірден ұйықтай алмайсың. Қатын деме? Жеше десе? Жалпы Испания Германия ойыны жігіттер сұмдық ойын. Бұл кездесу 5 шілде күні өтеді. Кешкі 9-да нағыз прайм тайм. Әдеміреп тұрып енді. Осы жерде сендерге бір сұрақ қоя салайыншы. Испания, Германия деп, мысалы, Германия евроның қожайыны болып не істеп жатыр ғой. Осы кезде бір 2002 жылы Италия, Оңтүстік Корея ойнаған. Бірде 4 финал тоже өте әділетсіз ойын болды Италияға қарсы. Өйткені чемпион қожайындарын, мысалы, Оңтүстік Кореяны прям көмектесті сол кезде. Осы ойын осындай болмайды деп ойламайсыңдар ма? Енді қазір бар, мен ойымша бір керек болып жатты. Енді мини моменттер, эпизодтарда қателесу мүмкін, өйткені бәрібір де қысылып жатыр. Шынымен 22 жыл деген бір адамның өмірі ғой. Одан бері қазір кәдімгідей сен 22 дейсің, Беканның өмірі мысалы. Қазір енді қасынан 48 камера түсіреді, аст-үстіңнен симуляция дегенде азайып кеткен, қазір енді барынша бармауға тырысады, сондықтан ол жағы қиын сияқты, болмайды. Сіздер енді 2002 жыл көргенсіңдер, біраз өмір сүргенсіңдер. Біз енді молодой оптимизм дей ма, дейді, энтузизм дей ма? Максимализммен қараймыз да енді біз әділетсіздік көрмегенбіз да, сол үшін. УЕФА-да, Еврода сәл ондай қатты беспредел бола алмайды сияқты ма? Еуропа ғой все-таки. Таш етсе, Катар таш етсе. Копада болуы мүмкін дейші. Копада, сосын неде болады ғой анау, Азияда. Катар. Сөйтіп, Азия кубогын ұтты, 3 пенальти болды ма финалда? Шейхтар. Мен ол жерде вар болды ғой, вар. Қазір офсайд бар, мысалы, офсайдтың технологиясы, мысалы, ше. Мен ойымша маңызды сәттерде қателеспеу керек. Бірақ микромоменттер болады. Кім өзі бұл ойында төреші болады? Сол да өте маңызды ғой. Энтони Тейлор екен ғой, онда скандал болайын деп тұр ғой бұл матчта. Энтони Тейлор ма? Бір скандал болады, ағылшын адамы шіретеді сәл кішкене. Көреміз Штутгартта ойын. Не болса да Бексұлтан бұған артық превью керек емес бұл. Аты айтып тұр ғой, Испания, Германия бәстігесінде кете бересің бұл. Сол қызығырақ ойын болсын деп көп болса деп отырмыз. Голға жанкүйерлік етемін. Осылайша енді біз келесі ойынға өтейік. Жалғастырамыз. Ал бұл видеоның демеушісі Айзбет компаниясы бекітілген комментарийде сілтеме тұрады. Сол сілтеме арқылы өтіп, 1x дода промокодын теріп, тіркелсеңіздер, бірінші депозитке сіздер қомақты бонус аласыздар, бірақ міндетті түрде сілтеме арқылы өту керек. Енді біз Франция, Португалия арасындағы матчқа өтейік. Жалғастырамыз. Франция, Португалия. Екінші топ ойын деп айта аламыз бұны. Өйткені яқта Роналду бар. Екінші Мбаппе. Жалпы екі топ команда арасындағы ширек финал. Және осы екі жұпта бір сеткада болып тұр ғой. Жоғарғы сетка қиын болып тұр. Жартылай финалда тағы да бір финал көріп тұрмыз ғой негізше. Аршықты Германия, Испания, Франция, Португалия. Қайсы бір шықса да керемет жартылай финал ойындары болайын деп тұр. Енді Елеман осы ойынға сенің өзіңнің болжамың
не деп ойлайсың? Португалия, Франция енді екеуі де шабуылдайтын команда ғой. Бір-біріне жақсы таныс команда. Мен бұл жерде енді мынау жеңеді, мынау жеңіледі дегенім жоқ. Мен бұрыштама көп болады деп сеніп отырмын. Яғни 10 бұрыштама, 9,5 және одан көп. Себебі сол командар болсын, тағы да енді Дембеле, Мбаппе, мына қапталмен қашатындар, жылдамдыққа сүйенетіндер, айбалаңна пас асыратындар, соларға қарсы тұратын Канселолар, мысалы аяғын созып, аяғына тиіп бұрыштамаға кетіп, Криштиану Роналдолардан күлдетіп, алыстан теуіп. Сондай бір, өйткені мына жақта да Ляо, Педро Нето егер шығып жатса, Роналдоларда, Бернардоларда мысалы енді техникасы мықты ойыншылар ғой. Бұрыштама көп болады деп ойлаймын, қысқасы. Сол енді есепті білмеймін қалай боларын. Екеуі де лайық, екеуі де жақсы. Шынымен де Бексұлтан айтқандай, жоғарғы сетке енді керемет болып тұр ғой. Мына Англия сүйретіліп жүріп бүйтіп финалға шығып кететін шығар. Англия қазір бас фаворит болып тұр, білесіңдер ма? Негізі, қалай сонда адамдар сеткаға байланысты. не жеп олай деп тұр? Сеткаға байланысты болып тұр. Жалпы Англия жеңеді дегенге жалпы осы чемпионатта 4,5 есеп беріп тұр. Екінші орында Испания 5, Германияда 5,5, сосын Францияда 5,5. Жалпы осы сеткаға байланысты болып тұр ғой. Осы Англия бірақ Нидерландыға келіп қадалатын сияқты. Англия ма? Иә. Бірақ Швейцарияны өтіп алсын да бірінші, иә? Швейцарияда оңай. Нидерланд Түркия емес. Ол да бар. Бәрі бір-біріне өтіп алсын кейін айтамыз десей. Португалия, Франция менің болжамым сол бұрыштама. 10 бұрыштама болады. 10 бұрыштама деген көп па негізімен бұрыштама? 5-5 қой мысалы, 7-3. Енді орта және одан Бексұлтан айтатын болса, Капер Бексұлтан айтады, менің ойым осы бұрыштамалар бойынша. Кейбір ойындарда 5-ақ бұрыштама болады. Иә. Екінші ойында 20 бұрыштама болып кетуі мүмкін. Әр ойында әртүрлі. Әр ойында әртүрлі, ойынды қалай көрбейді соған байланысты. Статистика деген андай непредсказуемый нәрсе ғой. Сонымен қоса көбінесе андай средняк командалар болады ғой. Баспен жақсы ойнайтындар, көбінесе солар анда бұрыштама жасағысы келіп, әдейі бар. Пас емес, бұрыштама істеу үшін ше. Мысалы, мен Ливерпульдің жанкүйерімін ғой. Ливерпуль бұрыштама өңгөде көп береді. Себебі Луис Диас, Салахтар, Ливерпуль көп удар жасайды ғой, соққы жасайды. Соның әсері бар да. Енді мына жерде де мысалы Франция, Португалияда сондай жылдам ойыншылар бар, қапталмен қашатындар. АПЛда Арсенал да сондай. Арсенал ойындарында көп бұрыштама болады. Сосын Арсенал бұрыштамадан ең көп болса команда. Сол үшін де әр команда өзінің тактикасы бар. Бірақ Португалияда білеміз, Диаш бар, Роналду бар, баспен ұратын футболшылар негізі жетеді. Солар бұрыштаманы істеп. Қалай бағалайсың енді былай жалпы? Менің ойымда. Мен ойымша алғашқы гол жылдам соғылса, жібек шығады. Голға байланысты. Бірінші таймда гол болса, мен ойымша бұл бәс. Біреу соғу керек сияқты. Сол кезде екіншісі күш салам дейді да. Иә. Шабуылға шығады. Сонымен қоса андай 70-ші минутта есеп 0-0 болып тұрса, шықпайды уже. Өйткені созып жүреді. 70-ші минуттан кейін уже допты ұстап, бұрыштаманы минимализация қылады да, минимум қылады. Өйткені ар жақта стандарттан гол соғып кетіп, ұтылып қалу шансы көп та. Сол үшін барынша тырысып ойнайды сол кезде. 1-9 коэффициент беріп тұр екен. Яғни 50-50 деген сөз. 9,5-ға аз деген, 1-9 тура сондай болып тұр. Көреміз енді. Жақсы болжам енді қалай болатынын біз 5-ші шілде күні дәл сол Германия, Испания ойынынан кейін жалпы бірге анықтаймыз. Түнгі 12-дегі матч. Әлімжан Асқар да Португалия, Франция ойынын таңдаған екен. Жалпы әлеге сіздің ойыңыз? Португалияда Криштиану Роналду. Иә. Францияда Килиан Мбаппе. Пенальти болады деген бәс алу керек деген. Мен негізі Мбаппе гол соғады деген бәс алғым келген. Португалияда Пепе бар еще. Мбаппе гол соғады деген бәс алғым келген. Айтпақшы Пепе өткенде қателесіп қалды ғой. Құдай сақтап қалды да. Әйтпесе Пепе негізі жап-жақсағы өткізіп отыр ғой. Еуропа чемпионатының жасы 41 кезде. Әйтпесе біздікі бір қателіктен кейін жеп қою мүмкін еді да. Жол болды. Францияда Килиан Мбаппе гол соғады деген бәс алғым келіп тұр. Себебі Франция әлі гол соқпаған. Ойыннан бір пенальтиді Мбаппе орындады, 2 автогол. Килианның жалпы уақыты келді. Бірақ саған қарасам коэффициенті 2-5 деп тұрсың ба? 2,5 коэффициент. 2,5 коэффициент. Оған қарағанда Франция гол соғады деп 1,7 коэффициентін ала салмаймын ба мысалы? Бәрекелді. Жалпы, иә? Жалпы. Бір гол соғса, ол соқсын деп. Бір гол соғады. Жоқ, Франция бір гол соғады деген. Сол Францияның сапынан кім соқса да бәрібір. Автогол соғып тұрса да бәрібір негізі. 0,5-тен көп дегенге енді 1,5-ке жетпей қалады шығар, иә? Сондықтан 1-ден көп дегенге ала саламын да 1,7 коэффициенті возврат болса да шықты деп. 1,72 де. 1,73 па сонда? 1,72 коэффициент тамаша. Жалпы Франция 2 комментардің арасында. Жалпы Франция бір гол соқса возврат,
2 гол соқса шығып тұр. Керемет болжам. Жалпы сен өзің қай матчтар жүрсің, соны айтсай, автогол ату керек қой. Әлі белгісіз. Әлі кесте берген жоқ. Әлі UEFA-мен келіссөздер жүріп отыр. Нақтылап жатыр ма UEFA? Кім соғатынын шешпеді. Мына ойында автогол болады ау деп сен қоя салама кейін. Соққы және гол телеграм арнасында кім кандидаттар болады бірден жазып қоямыз. Иә, соққы және гол телеграм арнасы сілтеме описанияда тұр. Тамаша, жалпы екеулер жалпы ойларыңды білгім келіп отыр. Португалия, Франция кім жартылай финалға шығады? Португалия. Португалия. Бас ашық. Бірақ бұл жерде Франция негізі фавориттеу. Фавориттеу. Мен де жалпы осы ойынға болжам жасаған жоқпын. Таңдау болды. Англия, Швейцария ойынына немесе осы Францияның проходына деп ойландым. Бірақ ар жақта енді бұндай ойындарда проход өту өте қиын. Айқын фаворит жоқ. Екі команда негізі ойында жоқ. Екеуі де нашар ойнап жатыр. Шыны керек. Біз күткендей емес. Сол үшін ондай тәуекелге барған жоқпын. Ал енді осылайша ширек финалда ойын болады шығар, бірақ от алған шығар. Енді екеуің Португалия деп тұрсыңдар. Мен ойымша Франция фаворит. Мен ойымша. Мен ойымша да Франция фаворит, бірақ Португалия өтеді. Фаворит деген ол біреудің ойынша болмайды ғой. Фаворит деген. Португалия Францияны саған беру керек сияқты мен ойымша. Тағы да бір қураған гүл сияқты бір. Қураған гүл бекерден бекер екі частьтан тұрмайды ғой, иә. Негізі. Қара кесек, иә. Қураған гүл екі деген бар ғой. Екі бөлім бар ма не? Екі бөлім бар. Сол қызық. Енді екінші бөлімін жуырда хит қыламыз. Жуырда. Жуырда шығады Қаспарт. Жуырда қазақ радиосында деп. Сонымен осы ойынды аяқтап енді келесі, яғни оң жақтағы турнирлік кестеге өтейік. Бұл жерде Еуропа лигасы десей. Нидерланды Еуропа лигасы. Чемпиондар лигасы. Нидерланды Түркия және Англия Швейцария арасындағы матчқа біз жалғастырамыз. Сонымен үшінші ширек финал ойынына өтейік. Нидерланды Түркия топ ойын болатыны сөзсіз. Жалпы енді командалардың логикасы бойынша онша емес сияқты көрінеді. Бірақ Түркия бізді әлі бірде-бір мәрте көңілімізді қалдырмады. Әр ойыны мықты, әр ойында интрига керемет болып жатыр. Тек Португалия Түркия арасында матч жасалды көңіл қалдырды, бірақ мынау 8-ден 1 финал ойында мысалы қандай тамаша ойын болды. Соңында интрига сақталып, көп гол соғылған ойын. Және осы ойынға Еламан сен өз ойын қандай? Менің болжамым Нидерланды командасы жеңіске жетеді және келесі айналымға өтеді жартылай финалға. Және Нидерланды ойында кем 2 гол соғады деп ойлаймын. Нидерланды жалпы енді қорғансыз да мықты, шабуылында да икемді сондай шебер ойыншылар бар. Жастар мен тәжірибелі ойыншылардан жасақталған команда ғой. Сондықтан мен ойлаймын, Нидерланды жеңіске жетеді, 3-1 болуы мүмкін, 2-0 болуы мүмкін, бірақ сол 2 голдан артық көретін сияқтымыз. Түркияның да енді қарап қалмай 1 гол соғуы мүмкін. Ол да ғажап емес. Себебі Түркияның ойындарын көріп келеміз. Австрияға қарсы қалай сауатты ойнап шықты, шалқалау голдар жоқ кезде де. Енді Түркия 2008-дегі өзінің ең үздік нәтижесін қайталауға ниетті. Сол 2008-де Ресеймен бірге 3-ші орын алған еді. Нидерландының негізі көпшілігі мына әлем чемпионаттары болсын, Еуро болсын, көп назарға көп іліге қоймайды ғой. Бірінші кезекте аталатын сол баяғы Франция, Испания, Германия, Англия. Нидерланды сол бір бестікке әрең ілінетін шығар, Италия екеуі әйтеуір. Бельгия 5-ші, 6-ші, 7-ші орындарда. Дегенмен Нидерланды өзі қатысқан ірі додалардың басым бөлігінде кәдімгі жақсы нәтиже көрсететін мықты команда ғой. Кезінде де мысалы қалай ойнады. Сондықтан Нидерланды мен ойлаймын, типа енді жалпы финалға бару мүмкін командалардың бірі. Финалға бару. Түркияны ұтса, ар жағында Англияны, Швейцарияны да өтіп кету мүмкін. Сондықтан жалпы өзім Нидерланды финалға шықса да қуанамын. Бәлкім жанкүйер болатын шығармын, себебі енді осының құрамында капитаны Ван Дейк мен өзім жақсы көретін ойыншылардың бірі. Кумирім деп айтсам болады. Сен онда Ливерпульдің жанкүйерісің. Ливерпульдің жанкүйерім деп. Гакпо бар. Гакпо өзі қазір керемет ойнап жүр. Ливерпульде бір жарты ойнамаған, бірақ ұлттық құрама жейдесін киген кезде бір шабыттанып ойнайтыны бар. Ливерпульді ақшаламай жүр. Енді сол менің өзімнің жеке пікірім. Түркияның осы жерде ертегісі аяқталады, үйіне қайтады. Түрік ағайындар ренжімесін, Нидерланды жеңет, 2 гол кем гол соғады. Сол. Бәрекелді. Негізі Нидерланды жолда болып кетті ғой, осы турнир кестеде шыны керек. Румынияға түсті, енді қазір Түркияға.
жеңіл негізі салыстырмалы түрде. Ар жақта мысалы екінші орын алып қалғанда топта ше Францияның орнында. Мысалы бірінші ойында Бельгияға қарсы ойнайды, сосын Португалияға қарсы ойнайды да. Бұл жерде енді Румыния мен Түркия ренжімесін. Чемпионатында сәл біртүрлі система негізі. Үшінші орын алған команданың жолы жеңіл болып отыр екінші орында. Енді ол жерде Франция кінәлі болып қалды да. Франция өздері кінәлі болып қалды. Бірінші орынға шығу керек пе да? Иә, Румыниямен. Енді әлгі күшті ойын. Мен Түркияның Австрияға қарсы ойынын ұзақ күткем. 81-ші финалдағы ең қызық ойын мен үшін сол болды. Әрине. Және Түркия құрамасы енді ширек финалда да солай ойнайтын шығар. Осы Түркия 81-ші финалға шыққанда көбірек зерттей бастадым, өңіліп осы Түркиядағы әріптестерге хабарласып, Эльвин Керимов бауырыма жазып, не болып жатыр жалпы жағдай десек, Түркиядағы адамдардың өздері таңғалып жатыр екен. Жалпы бізде футбол қазір бардак дейді. Білеміз ғой, бізде Бахтияр Зайнудинов ойнайды ғой Бешикташта 6 рет бапкер ауысқан клубтық футбол. Абат Айымбетовке айлық төленбей жатыр дейді. Мысалға. Клубтық футболда кәдімгідей масқара болып жатыр. Матчтар болмайды, суперкубокты көрдіңдер еді, 1 минутқа созылған. Ана жақта клубтың президенті табаншамен шығады. Быт болып жатыр ана жерде. Сосын коррупция мәселесі бар дегендей. Фанайди деген сияқты ұқсас жүйе бар екен, жанкүйерлер келмей жатыр. Әртүрлі бір быт нәрселер болып, бірақ ұлттық құрама бірге алыпты. Себебі дегенмен алайда сөзіңді көрейін. Түркияның чемпионат деңгейі әлдеқайда өсті. 2 есе өсті. Өйткені мықты футболшыларды тартып жатыр. Керемет командалар, бәсекелестік өте жоғары. Салыстырғанда әлдеқайда өткен жылғы өткен жылмен салыстырғанда, бірақ өткен жылда да біз осы жұлдыздар болды. Бүгінге бұндай жұлдыздар болмады ау деймін шыны керек. Дидье Дрогбалар ойнаған ғой. Снейдерлар, Дрогбалар. Қазіргі мысалы Бешикташ, Галатасарайдың құрамдарын қарасаң, топ негізі. Әр команданың топ. Жалпы чемпионаттың жалпы орта деңгейі өсті. Түркия чемпионаты ылғи да сондай Еуропадағы Еврокубоктегі мысалы УЕФА рейтингінде Түркия там 15-ші орыннан түсіп қалып, Чемпиондар лигасында бір команда, конференция лигасында 3 команда, мысалы Қазақстан сияқты болып қалды да. Иә, былтырмен салыстырғанда деп отырсың ғой. Ол былтыр емес қой. Да осы қазіргі жағдай осы. Былтыр емес қой, ол 5 жыл бойы жиналған коэффициенттер саны ғой. Бірақ сол Чемпиондар лигасында 2-ші раундтан Галатасарай биыл бастады ма? Биыл бастады. 3 команда неге қатысқаны? Биыл енді сол 5 жылдың қорытындысы ғой әлеге. 5 жыл бойы аз жинап келді да. Мақұл ғой, мен сол 5 жылды да қазіргі бардаққа қосып отырмын, сол 10 жылды да қосып отырмын. Сен осы соңғы 1 жылда алып отырсың ғой. Бірақ қазір осы маусымда жақсы ойнады. Бұны енді басталып келе жатқан шығар өзгерістер. Бірақ жалпы Түркия футболы соңғы 5 жыл болсын, соңғы 10 жыл болсын нашарлап қалған әлдеқайда. 2008 жылғы Түркия мен қазіргі Түркияның жағдайы қиын. Қазіргі деп мен сол соңғы 5 жылды қосып айтып отырмын мысалы. Бірақ ұлттық құраманың жетістігіне халық қуанып отыр. Әрине, бірікті ғой осы, бірақ Австрияны өтпейміз деп ойлады көбі. Өздері сенген жоқ. Десе де Түркия келесі кезеңге өте алды. Бір жағынан жолда болды, бірінші минутта гол соғып алды. Одан кейін Австрия құрамасының ойыны ойдағыдай жүрмеді. Топтық турнирдегі Австрияның ойынын көрген жоқпыз. Енді қарсылас Нидерланд. Сол мына нөпірмен келе жатқан Түркия құрамасы тоқтамай осы Нидерландты да өтіп кетсе екен деп тілеп отырмын. Түрк бауырларымыз деп қолдаймын. Білмеймін, бәрі шулап кетті. Қайдағы бауыр анау деп өткенде ерсіндермен дауысып қалдық. Түбі бір түркі халқы. Негізі қазақта мынандай мәселе бар ше. Бөлінген жақсы көреміз біз. Біз одан да бірігейік. Қырғыздармен бауыр десек Кенесары масын қайдарды. Өзбек біздің бауырымыз десе сарт дейді. Мысалға, иә. Одан да бәрін бауыр тарта берейік та? Расы кергенде бөлінгенді бөрі жейді деп аламыз да, бірақ бөлінген қазақтар жақсы көреді негізі. Қызық. Бөлінген жерде қызық бар. Интрига бар. Талай рет бізді бөрі жеп, аю басып кеткен. Руным? Суан. Қазақ деген керек. Жақсы. Мен бірақ өз бөлінмеймін, сұрамаймын да, қозғамаймын. Жоқ, біз руға бөлінбейміз, біз рудан құраламыз деп қойсаңдар сондай. Астанада жүр қазір. Шос өтіп отыр қазір ше. Мысалы шос өтіп отыр қазір. Қытай да біздің бауырымызды көріп кетті. Қытайдың бізге ешқандай зияны жоқ. Тарихта зиян тимеген десе. Бауырлас мемлекет. Жалпы. Сыбарластық қайсын көрейші. Түбі бір түрік елі ғой мысалы. Тіліміз бір, діліміз бір, дініміз де бір ғой. Қалай бауыр дейміз? Сериалдар да қызық негізі ше. Мысалы, футбол да жақсы. Футбол да жақсы. Жоқ, қалай бауыр дейміз, мен таңғаламын мен мысалы. Қанша қазақ бауырлас. Онда түріктер бізге бауыр болмаса, кім бауыр сонда бізге? Сол, қанша қазақ мысалы демалысқа барады Түркияға. Иә. Қанша. Жалпы. Енді адамдар әртүрлі, бірақ жалпы орта температурасы жақсы ғой.
қазақтың даласы түркі елінің қара шаңырағы, иә? Оның кезінде кім де мойындаған? Көшіп кеткен ғой, Бәрі мойындаған ғой. Енді соның ішінде Тұрғыт Озал да мойындаған, соның ішінде Сүлейман Демирел де мойындаған, соның ішінде бүгінгі Ататүрік емес қой бүгінгісі. Бүгінгісі кім ғой? Режеп Тайып Ердоған да мойындаған. Жалпы қара шаңырақ мынау қазақтың жері. Осы жерде түркілер өмір сүрген. Сөйтіп кеткен ғой енді. Каспийді асып, анау Жерорта теңізіне қарай. Жалпы біз тамырымыз бір. Ертоғырыл деген сериалды көрмейсіңдер ме сендер деп ше? Жалпы тамырымыз бір ғой. Кезінде Ататүрік білесің ба, не деп айтып кеткен? Мынау Ресей империясындағы түркі халықтар қазір сол орыстың қарамағында. Бірақ күндердің бір күні Ресей империясы құлаған кезде, ыдыраған кезде түріктер Совет үкіметі тәуелсіздік, жоқ. Совет үкіметі ғой, түрік. Дұрыс, Совет үкіметі. 1922 жылы құрылды. Совет үкіметі құрылды. Түркия Республикасы 23 жыл. Совет үкіметі тура сол жыл болды. Енді кімнің Ататүріктің айтқаны оған ерте айтқан ғой. Ертерек айтқан шығар. Бір жыл бұрын ерте. 16 жыл айтқан шығар. Ол 20-шы жылдың желтоқсанда айтқан. 17-ші жыл ақпан айында айтқан. Кеңес үкіметі құрылмай тұрып айтты. Аяқ сабақ болып кеткен. 23-ші жылы Түркия Республикасы құрылды. Оған дейін ыдырап жатты ғой Осман империясы. Сол кезде Ататүрік айтқан, мына түбінде Ресей ыдыраған кезде тәуелсіздік алып кетуі мүмкін, соған келе жатыр деп. Сол кезде біз қол ұшын беруге дайын болуымыз керек деп кім айтқан? Мұстафа Кемал. Бірақ мен андайға да қарсымын, фанатик етіп кететін. Пантюркизм деп ондай емес. Просто адамды сүй бауырым деп деген Абай Құнанбаевтың сөзі бар ғой. Сол. Өте дұрыс айтасың енді. Сондықтан түрік бауырларымызға жанкүйер боламын да, Нидерландты өтіп біз деппін ғой, Түркия құрамасы жартылай финалға шықса, қызығырақ емес пе бізге жігіттер? Өте дұрыс айтасың. Өте дұрыс, керемет. Сол себепті мен екі командада гол соғады деген бәс деген. Зор бәс негізі. Жақсы. Зор бәс. Жалпы керемет. Ол екеуі де гол соғады деген болжамға бәске 1.81 коэффициент беріп тұр. Тамаша. Бейсұлтан, ал сен не ойлайсың? Мен бұл жерде Нидерландыға сеніп отырмын. Шеберлік деңгейлері енді шыны керек екі команда екі түрлі. Жер мен көктей деп айтпай ақ қояйын, бірақ деп жүріп топтық турнирді аяқтаған құрам. Нидерланды ма? Иә. Румынияға қарсы ойынды көрген жоқсың ба? Көрген жоқпын. 3-0 есебімен жеңген кезде. Неде 8-ден бірінші финал көрдім. Топтық турнирде. Австрия, Франциядан кейін 3-ші орын. Бұл жерде базар жоқ. Түркия әрбір ойын қызықты, ашық футбол, керемет ойнайды. Дегенмен бәрібір де бұндай маңызды ойындарда сәл фарт таусылатын сияқты мен ойымша. Фарт сол жартылай финал таусылатын сияқты ма? Енді ар жақта шыны керек Түркияның жолы болды ғой. Екі стандарт. Сосын қақпашының ерлігі, залетный гол. Соңғы минуттардағы енді сенсация. Сейф мәртген өкіп кетті қақпашынан. Сұмдық соңғы минутта. Баумгартнер ма ұрады ғой баспен жерге қарап тұр. Керемет ойын. Осы ойында негізі сен головой больше етуің керек еді негізі. Бірақ бұл жерде енді Нидерландыға сенім мол болып тұр. Менің болжамым 2 коэффициенттен асып тұр. Бұл жерде Нидерланды жеңеді және 1 гол айырмасымен, басымдығымен ұтады деп отырмын. Нидерланды -1 фора. Бұған 2-0 коэффициент ұсынылып тұр. Мен ойымша сенімді түрде Түркияны шешіп тастау керек. Сонымен қоса екеуі де шабуылдаушымын. Жалпы тоталға да төгуге болады бұл ойында. Көп гол соғылатын секілді мен ойымша. Бірақ сол көп гол соғылып Нидерланды жеңіске жетеді деп ойлап отырмын. Сонымен Әлімжан Асқар, сен өзің 3 ойындағы болжамыңды айттың, бізбен бөлістің. Жалпы коэффициент 5-те 6 болып тұр, яғни 56.265 теңге жеңейін деп тұрсын. Осы ширек финал ойындар қорытындысы бойынша. Бүкіл тапқан ақшамды қайырымдылыққа жұмсаймын. Бәрекелді. Ал енді Елеман екеуміз жағдайы төмен отбасылар бар ғой. Иә. Мысалы мен отбасым. Комментаторларға ма? Соларға. Сол отбасы деп жайындайшы. Негізі түсінемін сен деп сондай. Англия, Швейцария, Елеман. Екеуміз осы ойын таңдаған екенбіз. Әуелі сенің ойыңды. Англия, Швейцарияға енді мен не дедім? 1,5 және одан көп, яғни 2 гол соғылады, иә? Жалпы енді Швейцарияның да көрдік, мықты команда екен. Ағылшындар бұған дейін сынның астында келе жатыр.
шыны керек әупірімдеп жүріп әйтеуір бір ғажайыппен Беллингемнің құдіретімен әйтеуір өтіп кетті ғой. Иә. Гол соқты, кейін соқты. Өзі 4-ақ гол соқты ағылшындар, оның екеуін Беллингем соқты. Топырлап, небір топтар жүргенмен. Ағылшындардың ойынын көріп бір қарның ашады. Анау Саутгейт шынымен бір физрук дейтін еді ғой. Сондай сияқты. Өйткені өткенде шығарды қосалқы құрамында жартылай қорғаныста таза ойнайтын адам жоқ қой. Кезінде Хендерсондар, ана Филлипстер болды. Мысалы Мэдисонды неғып алмай кетті, қырсығып, иә? Топырлағаны Эзесі бар, Уоткинс, Боуэн, Сака, Фоден, Грилиш тастап бет, бәрі шабуылдағылар ғой. Топырлаған Фоден құрып жүрдің қарасын. Фоден енді шабуылшы ғой енді, ол да крайда. Топырлаған шабуылшы дейді. Топырлаған Иә, шабуылшы. жартылай қорғаушылар жоқ қой. Хендерсон, Деклан Райс, Арнольд сол үшін ортаға ойнатамыз деп алды. Майның соңғы ойында шықты. Жалпы енді командада мықтылар көп та, бірақ Ситидегі Фоден, Арсеналдағы Сака бір лидерлік өзінің бір қабілеттілігін бір көрсететін болса, Англияда көп жұлдыздың арасында бір жұлдыз керек па, әйтеуір аяқтарды ойнайды, андай өзіне жауапкершілік алудан қорқатын. Беллингем ғана әйтеуір барын салып, жанын салып, алдасып, бірдеңе істеп тырысып жүрген. Сондықтан Беллингем гол соғып жүрген. Ағылшындар бірақ ойлаймын, осыдан сабақ алды. Бұл түсінеді, олар үшін зор мүмкіндік екенін. Бір басқаша тактика болатын шығар, басқаша бір схема, ойын жүйесі, құрам басқаша болады, және ағылшындар бұл ойында енді 1-2 гол соғады деп ойлаймын өзі. Ашық ойын болатын сияқты. Мен ойымша біріншіден басқаша қарсылас. Бұл Швейцария. Мен ойымша бұл осы Евродағы ең жылдам команда. Желаяқтар жиналған, ана Индия деген жүгірген кезде, прессинг жасаған кезде ше, бір қарасаң 2 секундтан кейін қақпа маңында, кейін қарасаң алаңның ортасында жүгіріп шапқылап жүреді. Бұл жерде біріншіден қарсылас, өйткені Англия Словакия ойында, Словакия уже ойын басында пенальтиге апарайық деген оймен жатты. Ал бұл жерде Швейцария өзін Англиядан кем санамайтын команда. Ындой. Сол қапталдағы шабуылшысы. Жалпы Англия, Словакия бұл жерде түсінікті. Топтық кезеңді айттық, мақұл топтық кезең бұл жерде бастысы бірінші орынмен шығу деп Саутгейттің өзі де ақталды ғой. Мен бірінші орынмен шарт бердім, болды, маған әңгіме болмасын деген сияқты. Словактарды өтті, әупірімдеп жүріп, өте қатты қиналып, негізі өтпесе біраз адам қуанатын еді негізі, сауап болды мыналарға деп. Бірақ жол болып кетті, Беллингемнен шешіп тастады. Енді Швейцария бұл ойында жалпы менің болжамым ашық футбол бірінші таймнан басталып кететін секілді. Ойнай ма Англия ашық футболды? Себебі Словакияға қарсы ойында көрді ғой шабуылдап. Не болды ал күйіп кете жаздады. Қайтадан сол топтық турнирдегі ойынын көрсетіп Швейцария ашық футбол ойнайды деп ойлаймын. Швейцария алға бірден басады. Әр ойында өзінің тактикасын өзгертпеген. Бір ойынмен ойнап жатыр. Германияға қарсы ойында да көрдік. Жалпы соңғы тур ойыны болса да. Және мен осы 8-ден 1 финал ойындарын көріп түйіндегенім, егер бірінші таймда гол соқпаса, екінші таймда да гол болмайды. Скорее всего, өйткені 70-ші минуттан кейін барып командалар жабылады болып. Мүлдем тәуекелге алмайды. Артта 6 ойыншыдан қорғаныста міндетті түрде қалады. Шабуылда 3-4-еуі бірдеңе ұйымдастырса, болмаса стандарттан әйтеуір тырысып көреді. Плей-офф қой енді, себебі сен 70-ші минуттан кейін гол өткізіп алсаң, есеп теңестіруге уақыт аз болады, гол өткізбесең экстра тайм ойнайсың. Жалпы 2 нұсқа болды. Бірінші таймда көбірек гол болады деген, екінші тайммен салыстырғанда, және сәл сыйвово дейді, тәуекелге бармай, бірінші таймда гол болады деген болжам жасап отырмын. Бұл болжамға 1/63 коэффициент ұсынылып тұр. Жақсы. Мен ойымша сондай. Бірінші таймда гол болмаса, екінші таймда гол болмайды. Бірінші таймда гол болса, енді екінші таймда атысу керек жаққа қарай ше. Осындай болжам, құрметті. Жақсы, әдемі болжам. Сосын 45 минутта шешіліп қояды, уайымдамай ары қарай сол матч көріп отырасыз. Бұл 6-шы. Менде бір андай не жоқ шығар. Азарт жоқ, сондықтан мен өзіме не қызық соны қоямын мен. Мысалы, маған Испания өткені қызық па? Испания өтеді деп қоямын. Франция гол соққан қызық па? Франция өтеді деп қоямын. Нидерланд Түркия матчында екеуі де гол соққан қызық әрине. Сондықтан мысалы 10 коэффициент, бірақ тотал аз дегеннен гөрі мен 2 коэффициент тотал көп деген таңдаймын. Бәрекелді. Тойынғансың ғой, ақша керек емес. Қазспортқа матчтан санашы. Біз енді шықса екен деп отырмыз. Бірақ енді тотал менше мен бір-ақ рет тіктім.
жалпы осы бағдарламада Реал Сосьедад ПСЖ ойынында ғана екеуі де доп ұстап бытшын шығарады деп сол кезде ғана өтті. Бірақ шын мәнінде көбінесе тотал көп деп тігіп жатырмыз, және көп гол соғады деген коэффициенттер де көп беріп тұр. Бір жақсысы ше, әйтпесе 2,5-ға мысалы 2 коэффициент деген подарка ғой, былай қарап тұрсаң. Жаңағы Испания Германия ойында, сол үшін осындай. Бірақ букмекер өзінікін жібермейді бәрібір. Жалпы букмекер туралы әңгіме айтамыз ба? Жалпы букмекерде былай ғой, мысалы жаңағы айттым, Испания Германия ойынында 1-9 Испания беріп тұр, 1-9 Германия беріп тұр. Соның комиссиясын букмекер алып, сол үшін букмекер негізі ешқашан минусқа кірмейді. Ол жерде андай кейбіреулер ойын сатып алады, фаворит жеңіліп қалса, фаворит жеңілді деп сатып алған деп ойлайды да. Бірақ мәселе ондай емес. Жалпы зерттеп қарасаң, маржаны айтып отырсың ғой сен. Маржа ғой бұл жерде. Мысалы қара сен 10 000 теңге неге тігесің? Мысалы мен 10 000 теңге Испанияға 10 000 теңге тіктім. Испания. Жоқ, сен 10 000 теңге Испанияға тіктің, мен Германияға 10 000 теңге тіктім. Сен 19 000 теңге ұтасың. Мен 10 000 теңге ұтылдым, 1000 теңгесі букмекердің қалтасына. Осылай жалпы. Бірақ бұл жерде егер 50-50 тіксек қой, 100 адам Германияға тігіп, Испанияға 2 жалпы мен саған не үшін жаңа видеоның басында айттым, Испания сен тіккенде 1-8 болды, кейін барып 1-9 болып қалды. Яғни демек Германияға болжамдар көбірек болып жатыр деген сөз. Біз көбірек. Жоқ, сен қайда керісше. Германия тіккен сондай болды. Жалпы осылай логикасы осындай. Жақсы. Енді Еламан, Әлімжан, елеңдеріңе рахмет. Қазақ радиосындағы десерек кетсең. Сонымен Қазақ радиосында деп сөйлемейді. Қалай сөйлейді қазақ радиосында бар? Құрметті деп сөйлейді. Кәдімгідей сөйлейміз, осылай сөйлейміз. Ана армысыздар деп сөйлейді. Сен кәдімгідей осылай сөйлейміз деген біздің кәдімгідей осылай сөйлейміз деп қой. Жоқ. Жалпы жігіттер, рахмет, болжамдар жасадыңыздар. Бәрімізге сәттілік. Бір-біріне қарама-қайшы келетін ешқандай болжам жоқ өреді, жалпы бәріміз шығып кетуі де мүмкін, және бәріміз қалауымыз. Жалпы осылайша біз видеомызды аяқтаймыз. Арнаға лайк, жалпы видеомызға лайк басып, арнамызға тіркел, колокольчикті қосып, шырылдап десе. Тек ана ешутай хабар жоғатымыз. Ол не деп же? Пікір жазып. Колокольчикті ұмыт кетпендер десе мысалы. Болжам пікірде жазып көріңіздер, кім жартылай финалға шығады екен. Керемет ойындар бізді алда күтіп тұр. Топ қойын, бұл ширек финал, 4 ойын, 4 мықты кездесу, жартылай финалдан да, финалдан да мықты кезең болып тұр. Барлығы тамашалайтын сол үшін. Осылайша қызықты ойындар болсын деп тілейміз, көп гол болсын, ырыс мол болсын, жалпы сау болыңыздар.